Міржақып Дулатұлы Торғай өңіріне барады. Сөйтіп, Торғай өңіріндегі 16 жыл көтеріліске қатысқандарды жинастырып, Алаш әскерінің қатарын көбейтеді. Міне сол жерге барғанда Міржақып Дулатұлы бастаған Алаш әскері Амангелді Имановты да құтқарып қалу қамын ойлайды. Амангелді Имановты сол жазықсыз мерт болмасын деп амандығын сақтау үшін оны қамауға да ұстайды. Бірақ сол қамауда болған кезінде әлгі әбден сыралғы болған, әбден сондай іске үйренген орыс әскерлері оны жасырынып барып өлтіреді. Ал енді ол Міржақып Дулатұлы басқарған Алаш әскерінің қамағында болатын. Сөйтеді де, оның мақсаты белгілі: қазақтың арасына от салу, бір-біріне айдап салу, бір-бірімен қырғи қабақ жасау. Міне сол ісі де жүзеге асады. Содан Амангелді Имановты Міржақып Дулатұлы өлтірді деген әңгіме содан туындайды. Ал негізінде Міржақып Дулатұлы керісінше Амангелдідей қазақтың қас батырын аман алып қалу мақсатын көздеп солай ұйымдастырылған болатын.